Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен пайдаларына каналы. Бүгін сіздерге біреу білсе, біреу білмейтін, әлемде кеңінен таралып жатқан жасанды интеллект, яғни чат GPT-ді қалайша дұрыс пайдалануға болады, сол туралы толығырақ мәлімет беретін боламын. Күнделікті өміріңізге қажетті пайдалы ақпараттардан құлаққағыс болғыңыз келсе, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк қалдырып, комментарий жазыңыздар, достар. Ең алдымен телефонымызға чат GPT қосымшасын жүктеп аламыз. Яғни өзіңізге қай әдіс ыңғайлы, сол әдіспен бұл қосымшаға тіркелеміз. Чат GPT-ді қолданудағы ең маңызды шарт, өзіңізге қажетті нәрсені нақты етіп, сұранысыңызды жазсаңыз, сізге керекті ақпараттың барлығын осы жерден шығарып береді. Мысалға, YouTube каналын жүргізу үшін, немесе YouTube каналына видео жүктеу үшін нақты бір сценарий қажет. Сол сценарийдің дұрыс бағытта болуы үшін және де сіз уақытыңызды үнемді пайдалануыңыз үшін сұранысқа осылай жазамыз. Және бірер минуттың ішінде бізге чат GPT өзінің жауабын береді. Google немесе YouTube платформалары сияқты сұраныс жасайтын жерлерден айырмашылығы, бұл жерде сіз чат GPT мен адамға қарама-қарсы отырғандай сұрақтарыңызды нақтылап, өзіңіз қарым-қатынас құра аласыз. Мысалға, менің сұранысымды нақтылау үшін маған қосымша сұрақтар қойылып жатыр, мен сол сұрақтарға жауап беріп жатырмын. Тағы да бір мысалға, сіз өзіңіздің жақсы танитын бір құрбыңыздың туған күн кешіне бара жатырсыз, және де ерекше етіп құттықтағыңыз келсе, осы жерге құрбыңыздың қандай екенін, жұлдыз жорамалын, немесе қандай қасиеттері бар, соны толығырақ жазсаңыз, соған байланысты сізге осы жерден өлең шумақтарын немесе құттықтауды шығарып бере алады. Тағы да бір мысал, бұл жерде айыппұл келіп тұр, ақылы жолдарды төлемеген үшін. Және де ол айыппұл төлеу керектігі туралы хабарлама келген, бірақ та бұл жерде ол кісі хабарламаны ұмытып кеткен төлеуді, содан кейін исполнительный надпись, яғни сотқа кетіп қалған. Және мен осы жерде жаңағы исполнительный надписті осы чатқа жіберіп, қаншалықты бұл заңды, сол туралы сұрадым. Және де чат GPT маған толығымен ақпарат берді. Айыппұлды төлеуге болады ма, болмайды ма, барлығын осы жерде толығымен жазып берді. Тағы да бір мысал, мен өзімнің ағылшын тіліндегі құжатымды чат GPT-ға салып, перевести деп жаза салдым. Яғни ешқандай көшіру, қайтадан орнына қою керек емес. Маған чат GPT барлық тексті аудару керек пе, немесе қандай да бір жартысын ғана аудару керек па, соны анықтап жатыр. Мен барлық тексті аудару керек деп жауап жазып жатырмын. Бірер минуттың ішінде маған чат GPT ол тексттің барлығын аударып берді. Немесе қандай да бір құжат немесе құжаттың үлгісі қажет болса, сол туралы жазсаңыз болады. Тек қай мемлекетте, қай жылда екенін нақтырақ жазып кеткен дұрыс болады. Мысалға, өтініш жаздым, және де чат GPT әр түрлі тілде, қай тілде сізге керек, сол тілде сізге барлығын шығарып бере алады. Сондай-ақ бұдан басқа да кез келген ақпаратты, кез келген құжатты дайындап шығаратын осындай чат GPT туралы ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, достар.